Алғашқы атом сынағы Семей Невада полигонында 1949 жылы сағат 6:30-да жарылды. Оның қуаттылығы 30 килотонна болды. Бұдан соң Абай еліндегі жарылыстар жиіленді. 1991 жылға дейін полигонда 400-ден астам бомба сыналды. Салдарынан 500 мыңдай адам зардап шекті. Қаншамасының денсаулығын атом қаруы бұзды. 1949 жылдан бастап полигонның жабылуына дейін тәжірибе алаңын әскерлер күзетті. Бүгінде дені сынақтан келген залалдан көз жұмды. Тірі қалғандар сол оқиғаны құпия ұстауға серт берді. Хат жазуға дұрыстап, мен Семей жағында нетуге деген вообще болған жоқ, полевой почта. Әке шешеңе айтпа, қайда болдың, қайда тұрдың, тоқа полевой почтамен ғана ана хатты ашып оқиды. Сондай суровый болды. Петропавлдағы ядролық қарудан көз жұмғандарға арналған ескерткіш монументке полигон қасіретін сезінген куәгерлер жиылды. Қала әкімінің орынбасары Евгений Глотов пен тұрғындар мемориалға гүл шоқтарын қойды. Айта кеткен жөн, биыл Семей полигонының жабылғанына 27 жыл толып отыр. Бұл тәуелсіздіктің теңдессіз жеңісі еді. 49 жыл бірінші атом взрывы біздің Семей облысында Ша деген площадкада қолданылған самолетпен выбросым. Сосын наземный дейді, подземный дейді, водородный, термоядерный, сонда бүкіл қару сынақтан өткен біздің осы Қазақстан жерінде. Бұл қару өте жаман, біздің Қазақстан дұрыс бас тартты, дүниежүзіне үлгі болып отыр. Бүгінде Семей полигонында отан алдында борышын өтеген сарбаздар сол жарылыстардың соңғы куәгерлері. Облыста олардың саны 130-дан асады. Барлықтары бейбіт елде ядролық қарудан бас тартқан, Қазақстанда тұрып жатқанына тәубе етеді.